Айгүл таңғы тыныштықты жақсы көретін. Үйдім үшін жарық енді толтыра бастаған шақ оның ең сүйікті уақыты еді. Бірақ дәл сол сәтте телефон шық етті. Экранда Гүлзира апа. Тазірден басталды ма деп ойлады ол ішінен. Айгүлгеді имесі ешбір амандықсыз. Нұрланды соңғы кезде көрдім бе? Солған ағаш сияқты болып жүр. Сен оны дұрыс тамақтандырып жүрсің бе, әлде тағы да жұмысынды сылтау қылып жүрсің бе? Таңғы 7-де адамның жүйкесін бұзу үшін ерекше талант қажет еді. Гүлзира апада ол жеткілікті. Гүлзира апа, бұл ерте емес пе? Деді Айгүл бар сабырын жинап. Менің балам үшін ерте деген болмайды, деді енесі. Жарайды, құтыла алмайтынымды көріп тұрмын. Туған күнің құтты болсын. Саған тілерім. Нұрланға лайық жар болуды үйрен. Сенде ол жағы ақсаңқырап тұр. Әйел адамға бір-екі нәрсе жетпей тұрса, соның бәрі үйбі сезіліп қояды. Айгүлдің жүрегіне біреу түйреуіш қадап алғандай болды. Туған күнде осындай сөз есту ерекше сыйлық. Рахмет, деді ол үні дірілдеп кеткенін білдіртпеуге тырысып. Тұтқаны қойған соң Айгүл біразға дейін отырды да қалды. Мен неге әлі де үндеймін? Неге өзім басқарып алуға рұқсат бердім? Бұл сұрақ оның ішінде көптен бері толып жүреді. Кешкі дайындық басталды. Енесі ас үйде дөңкіп жүр, Айгүлге жол бермей. Сен дұрыс жасай алмайсың. Салаптың көбінісінде қалай турау керек екенін білмейсің ау. Мен істеймін, сен жай ғана әдемі болып отыр деп әмір шашты. Нұрлан залда жаңалығы мол әлемге кіріп кеткендей, теледидардан көз алмай отыр. Нұрлан, сәл көмектессеңші, деді Айгүл қазір. Деді ол, бірақ орнынан қозғалмады. Бұл қазір 23 жылға созылғандай сезілді. Гүлзира апа кіріп, Айгүл, Нұрланды мазалама. Оның күні ауыр өтті. Сен өзі қашан түсінесің, ер адамға тыныстық керек екенін, деді. Айгүл жанарындағы қарсылықты жасыра алмады. Алмаған тыныштық керек емес пе деп ойлады. Қонақтар жиналды. Үйді күлкі, әңгіме, ыңғайсыздықтың басыла қоймайтын қоспасы да. Үшінші тосттан кейін Гүлзира апа сыйлығына келді. Айгүл қорапты ашты да иығынан біреу мұздай шелек құйып жібергендей болды. Кітап еріңді қалай ұстайсың? Үлкен банка антицеллюлит кремі. Қонақтардың бір-екеуі абайсыз күліп жіберді. Гүлзира апа жеңіске жеткен адамдай жымиды. Қызым, бұл сен үшін. Әйел адамға күтім керек. Қазір өзіңе қарасаң, Нұрлан ешқайда қарамайды. Сананың түбінде бір нәрсе сынды. Бірақ ең қатты батқан десерт кезіндегі сөз болды. Айгүлжан, деді Гүлзира апа даусын көтеріп, Нұрлан жас қыздарға бір қарайды ғой. Бәрі біледі. Жұмыста Маржан деген қыз бар. Иығы мүсіні көрсең көз тояды. Сен солармен бәсекеге түсе аласың ба өзі? Үй ішіндегі ауа суынып кетті. Қонақтар көзін тартып алды. Нұрланның беті тастай болып кетіп еді. Айгүл орнынан тұрды. Даусы өте тыныш, бірақ ішінде бұлқынып тұрған дауыл сезілетін. Рахмет сізге, Гүлзира апа. Бүгінгі жылы сөзіміз үшін. Сарказмды енеде қонақтар да сезді. Осы кеш Айгүлдің ішкі әлеміндегі төзім жібін үскен соңғы таңшы болды. Түнде ол ұйықтай алмады. Менің кінәм не? Неге мені үнемі кемсітуге болады деп ойлайды. Жауабы жоқ сұрақтар жанын тесіп өтті. Келесі күндері енесінің қоңырауына жауап бермей қойды. Ол тыныштықты сезгісі келді. Өзін алғаш рет еркін сезінгісі келді. Бірақ еркіндік ұзаққа созылмады. Үшінші аптада Гүлзира апа есікті тарс ашып кірді. Мені неге ескермейсіңдер? Мен сендерге кіммін өзі? Деді ол дауыс көтеріп. Айгүл түйдіп бұлтты жарып өтуге дайын күн сәулесіндей салқын сабырмен алдын ала ескертіп келсеңіз, біз қуана қарсы алатын едік, деді. Мен баламды көру үшін рұқсат сұрауым керек пе? Деді енесі. Иә, бұл мәдениет, деді Нұрлан күтпеген жерден. Гүлзира апа баласына сенбей қарап қалды. Сені бұл келін азғырып жүр, деді ол ашынған үнмен. Айгүлдің жүрегі жылап қоя берді. 23 жылда өз күніңді ешкімге қорғата алмаған екенсің, Айгүл. Сол түні ол шешімін қабылдады. Заттарын жинады. Жадыраға барамын, деді.
Нұрлан, қайда барасың? Басымды жинауға. Мені тастап барасың ба? Сен мені бұрыннан тастап қойғансың, Нұрлан тек жанында тұрып. Бұл сөз оның жанын ауыр тіліп өтті. Гүлзира апа келіп жетті. Не істеп жатырсың? Крем үшін ренжігенім бе? Әлде, біреуің бар ма? Деді ол. Айгүл енесінің берген сыйлықтарын бір қорапқа салып алдына қойды. Міне, сіздің сүйікті сөздеріміз. Сыйлықтарымыз, түсініктеріміз, мен мыналардың ешқайсысына лайық болмағанмын. Және болғымда келмейді. Енесі басын шайқап, Нұрлан. Сіндірші, деді. Айгүл енді оның жауабын күтпеді. Есіктен беттеді. Айгүл, деді Нұрлан, қаласаң, мені табасың, деді ол артына бұрылмай. Бір аптадан кейін Нұрлан есік алдында тұрды. Жаңғырасында. Пешенесі су. 20 жылда алғаш рет ол шынайы әлсіз көрінді. Айгүл, мен дайынмын. Бәрін өзгертуге сен үшін. Біз үшін? Айгүлдің жүрегі шыметті. Бұл ер адамның ішінде ба шынайылықтың сәті еді. Ал ана, деді ол. Ол мені сапқын деді. Сонда, бірақ мен өз отбасымды таңдадым, деді Нұрлан оның қолын ұстап. Айгүл ұзақ үнсіз тұрды. Ақыры басын изеді. Жарайды, бірақ енді ешкімді таптап баспайды. Екеуміз ғана шешім қабылдаймыз. Уәде, деді Нұрлан, Айгүл үйге оралған күні терезеден жылы жарық төгіліп тұрды. Ол бұрынғы үй емес. Бұл жаңа бастау еді. Ал Гүлзира апа. Енді шақырылмай келмейді. Айына бір рет мына сайттан ақыл табасың деп сілтеме жіберіп тұрады. Айгүл ол хабарламамен бірге келген әлсіз, өзгеруге ұмтылмаған махаббатты көріп, жай ғана жымиятын. Өйткені ең маңыздысы, өзі мен Нұрлан арасында енді қабырға жоқ.